әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің қолданысқа енгізілуі және ол нені реттейді? Әкімшілік рәсімдік процестік кодекс 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіліп, сол кезден бастап елімізде әкімшілік әділет жүзеге асырылуда. Әкімшілік рәсімдік процестік кодекспен әкімшілік рәсімдер мен әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібі реттеледі. Әкімшілік істерді қандай соттар қарайды? Әкімшілік сот ісін жүргізу мамандандырылған аудандық және оларға теңестірілген аудандық соттар жүзеге асырылады. Бұндай соттар республикалық маңызы бар қалаларда, облыс орталықтарында және Астанада құрылған. Сонымен қатар, талап қоюшының өтініші бойынша, оның тұрғылықты жері бойынша соттар қарауы мүмкін. Әкімшілік соттар қандай істерді қарайды? Әкімшілік соттарда жария құқықтық қатынастардан туындайтын даулар, яғни әкімшілік атқарушы органдардың әрекеттеріне, олардың әкімшілік актілеріне шағымдар, сонымен қатар сот орындаушылардың атқару өндірісі бойынша қаулыларға шағымдар қаралады. Әкімшілік акт дегеніміз не? Нысандары қандай? Әкімшілік акт дегеніміз жария құқықтық қатынастарда әкімшілік орган лауазымды тұлға қабылдайтын белгілі бір тұлғаның немесе жеке дара айқындалған тұлғалар тобының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыратын шешім. Әкімшілік актінің нысандары қандай? Әкімшілік акт жазбаша, электронды және өзге де нысанда болады. Әкімшілік орган дегеніміз не? Әкімшілік орган дегеніміз Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген әкімшілік актіні қабылдау, әкімшілік әрекетті жүзеге асыруға өкілеттік берілген мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, сонымен қатар мемлекеттік заңды тұлғалар және өзге де ұйымдар жатады. Әкімшілік әрекет дегеніміз не? Әкімшілік әрекет дегеніміз әкімшілік органның лауазымды тұлғаның жария құқықтық қатынастарда әкімшілік акті болып табылмайтын әрекеті.